Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз торттың сыртын қаптаймыз және әсемдейміз. Торттың сыртын қаптауға арнайы крем-ганаш дайындаймыз. Ол үшін сары май, творожный сыр және ақ шоколад қажет. Ең алдымен бөлме температурасында жылыған сары майды миксерлеп аламыз. Миксерлеген кезде сары май ақ түсі рең алу керек. Одан кейін артынан творожный сыр аламыз. Творожный сырда бөлме температурасында болу керек. Осы екі ингредиентті миксермен араластырып болғаннан кейін біртұтас салма пайда болғанда үстіне ерітілген ақ шоколад қосып тағы да араластырамыз. Араласып болғаннан кейін міне біздің крем-ганаш дайын болды. Бұл крем-ганаш сұйық болса, холодильникке 8-10 минутқа қоюлағанша қойып қоюға болады. Егер қою болса, дәл осы креммен тортты қаптай береміз. Тортты қаптаған кезде ең алдымен торттың сыртынан артық кремді аламыз. Егер артық крем болмаса, оның қажеті жоқ. Сөйтіп торттың сыртына жұқалап крем-ганашты жағамыз. Торттың жадына кремді кондитерский мешокпен түсіреміз. Ал енді осы кремді шпательмен немесе выравнивательмен түзілейміз. Міне біздің тортымыздың сырты қапталды, енді безендіруге кірісеміз. Бірден шықпаса қорықпаңыздар, менде кондитер самоучка болғаннан кейін өзімде де бірден бәрі бола қойған жоқ. Мен тортымды 2025 жылдың трендовый дизайнмен әсемдегім келді. Себебі жолдасымның тәтесінің туған күні болғаннан кейін тортым әдемі болғанын қаладым. Ал негізі тортты әсемдеу әркімнің өз қалауынша. Тортты әсемдемес бұрын өзімізге ең алдымен референс алып дайындап қоямыз. Мен референстерді Pinterest приложениесінен қарап аламын. Маған ұнаған торттың дизайны ол корейский стильде болды. Қазір мысалдар тіркеп қоямын, видеоға қарасаңыздар болады. Енді осындай торт шығару үшін мен өзіме қажетті құралдарды сатып алдым. Ол кондитерская насадка, жаңағы кремді оюлатып шығаратын. Одан кейін түс бояғыш және неше түрлі кондитерский посыпкалар. Ең негізгі декор ол гүлдер. Енді осындай рельефный оюларды тортқа жатқызу үшін дайындаған крем-ганашты мен бояймын. Кондитерлік бояу алған кезде аса мән беріңіздер. Кондитерлік бояудың екі түрі бар. Біреусі жирорастворимый, екіншісі водорастворимый. Бұл екі бояудың айырмашылығы: жирорастворимый тек қана шоколад бояу үшін пайдаланады, немесе кокос майын, ал водорастворимыйды осындай кремге, суды бояуларға, қамырды бояуға пайдаланады. Мен водорастворимый сатып алдым. Енді осы водорастворимый бояуды крем-ганашқа салып араластырамын. Тек 1-2 тамшы ғана тамызып араластырамыз, себебі бұл бояу өте қатты рең береді, абай болыңыздар. Араластырылған крем-ганаш дайын. Енді оны мен кондитерский мешокқа салып, торттың бетіне оюларды жатқызамын. Байқасаңыздар, мен екі түрлі узор салдым торттың бетіне. Енді осы персиково-розовый узордың бетіне жылтыр кондитерский посыпка себемін. Міне тортымыз дайын болайын деп қалды. Енді осының бетіне гүлдерді әдемілеп қоямыз. Қандай гүлдер алсаңыздар да өз қалауларыңыз. Мен өзінің тортыма жарасатын гүлдерді алдым. Ұйқастырып, бір композиция құрастырып тортты шығарамыз. Ескертіп айтайын, гүлді торттың бетіне қоймас бұрын пульверизатормен тазалап аламыз, ал жабақтан сүртіп дайындап қоямыз. Гүлді тортқа салар бұрын оның ұшын сабағын пищевой пленкамен ораймыз. Ал міне біздің трендовый тортымыз дайын. Ұнаса, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер осындай форматта видео ұнаса, каналыма тіркеліңіздер, мен өте разы боламын. Қош, сау болыңыздар, келесі кездескенше.